Непонятно там. Окей. Митті өткізе салайықшы дейді. Все, вроде болған сияқты. Давайте барлығы тема естіліп тұрса, тема көрініп тұрса, плюс қалдырып кете салайық. Біз сосын басып кетеміз, жақсы ма? Мұнда мен просто жаңа картинка қоя салғым ғой, артық нәрсе көрінбесін деп. Все, алып тастадым енді. Енді нормально болу керек болады. Все. Кейін бас жағын қия салам. 13 минутты ма сондайды. Ал, бісміллә деп бастайық. Ісіміз берекелі болсын, жігіттер, қыздар. Четко, әдемі, әдемі, әдемі. Так, бірінші сұрақ. Массасы М, жылдамдығы 3В дене, массасы 2М тыныш тұрған денеге келіп серпімсіз тоқтасады. Жігіттер, қыздар, бұл 5 вариант. Мен просто айтып жатырмын, бағана сақталмай қалды. Кейбір заттарын қиып тастадым, қазір қараңдар, интернеттің сапасына байланысты. Тест центрдің өзінікі бұрын талданбаған және де ютубта пока что жоқ екен, сондықтан осы нұсқаны талап беріп жатырмын. Қалған нұсқалар бәрін біз курстың ішінде талаптадық дейміз. Сонымен соқтығысқаннан кейінгі денелер жылдамдығы деп сұрақ қойған екен. Тыныш тұрған денеге серпімсіз келіп соқтықсады. В тең болып кетеді. Яғни М1 В1 қосамыз М2 В2. Екінші дене тыныш тұрған екен 0 болатын болса, общий 0 болып кетеді. М1 қосылған М2 деп ала саламыз, иә. Сонда бізде М көбейтемін 3В қосамын 2М көбейтілген 0 бөлемін М қосамын 2М болып тұр екен. Яғни жерден қазір 3mv болатын болса, жерден 3m болады, 3 қысқарып кетеді, просто v деген қалып қоя салады екен. Яғни жауабымыз D вариантына сәйкес келеді. Қош келдің, Әлия. Ал сәттілік, Мирас. Делай. Так. Сен өзіңе. И максимально неңді қолдан. ОБТ-ға деген уақытыңды қолдан, жақсы ма? Ерте шығып кетіп жүрме. Осыны ерінбе, алып шық. Так, математика ұзындығы 9 есе артқанда желігі дейді. Периодымыз бізде 2 пи, түбірдің астында L бөлінген J екенін ескерсек, ұзындық артса, период артады. Яғни ұзындық 9 есе артса, онда периодымыз 3 есе ғана артады. Өйткені бізде ол түбірдің астында. Бірақ желік керісінше, яғни 3 есе кемейді деп жауап беруіміз қажет болады екен. Жауабымыз сондықтан D болып кете салады. Келесі. Так, дыбыс биіктігін дейді. Дыбыс биіктігі дегеніміз оны кейде басқаша тон деп атайды. Әне кейде дыбыстың қаттылығы амплитуда деп жатталып қалғаны ғой ана жерде примена. Я, сонда жауабымыз дыбыстың биіктігі ол оның жиілігімен байланысты деп белгілейді екенбіз, я. Дыбыстың биіктігі дегеніміз дыбыстың қаттылығы, дыбыс қаттылығы есі қаттылық. Биіктік емес. Биіктік дегеніміз онда болады. Бояу болады. Бояу деген сөз болады. Дыбыстың қаттылығы осы амплитудаға байланысты. Дұрысырақ. Мынаны қабылдамаймыз. Жауап С болады сонда. Төртінші сұрақ. Мыс сымды темір төске қойып соққылағанда оның ішкі энергиясы. Ішкі энергиясы артады. Өйткені соққылайтын болсам, ол қызады ғой. Неден қызады десек, жұмыс істеу арқылы артады деп айтады екенбіз, иә. Температурасы өседі, ішкі энергиямыз өседі, жұмыс жасау арқылы. Дальше кеттік. Так, 5-ші сұрақ. Изобарлық процесс, ол бізде қысымы тұрақты болатын болса, насып беруге болады. Иә. Енді қалған дүние олардың мысалы D болады екен, көбейту түрінде емес. Өйткені көлем температураға тура пропорционал. 6-шы, қаныққан бұның температурасы жоғалған сайын оның қысымы артады. Себебі температура өссе, оның қысымы өсіп кетеді. Ол кестеде бар негізде. Кесте деп қоя салайын. Так, дальше. 7-ші сұрақ. Электролиз кезінде электродта бөлініп шығатын заттың массасын анықтайтын заң дейді. Бұл бізде не заң? Архимед емес, Кулон емес, Жоуль емес, ол емес, Фарадей заңы деп аталады. М тең болып кетеді, кит деп атайтын еді. Ом заңы I тең болып кетеді, U бөлінген R, Жоуль Ленц заңы деген I квадрат көбейтілген R дельтаты, Кулон заңы деген F тең болып кетеді K, Q1 Q2 бөлемін R квадрат, Архимед заңы деген ол ρ сұйық G және дененің батқан бөлігін алады екенбіз. Барлығын біле жүрген жөн. Келесі 8-ші сұрақ. Электр тоғын өткізбейтін заттар ол бізде диэлектрлік деп аталады. Яғни қалған варианттардың барлығы бізде электр тоғын өткізеді деген сөз. Электролиттер, яғни бұл ерітінді, как раз Фарадей заңы, иә. Әртүрлі ортада электр тоғы деген тақырып бар. Осы соны оқып алуға кеңес беремін. Сынып 10-шы сынып. Так.
Дальше. 9-нчы сұрақ. Электронның антибөлшегі дейді. Ол бізде мезон, позитрон дегендердің барлығы элементар бөлшек деген тақырыпта бар. Мына жерде әрине электронның антибөлшегі ол позитрон деп аталады екен да. Жауабымыз шынымен де Д болып кетеді екен. Так, дене жылдам уақытқа тәуелді графигі көрсетілген. Каким-то образом өзімен өзі ауысып тұр. Солға қарай, неге олай? Так. Дене жылдамдығы уақытқа тәуелді график берілген. Үдемелі қозғалыс жасайтын уақыт дейді. Үдемелі дегеніміз жылдамдығы өсетін уақыт. Ол қай уақыт? Ол әрине мына уақыт аралығында. Қалған уақытта ол өспейді. Өйткені мына жерде тең үдемелі деп айтқаннан кейін біз мынаны қарастырмаймыз. Т1 мен Т2-нің арасы, яғни Д вариантына сәйкес келеді деген сөз. 11-ші сұрақ. Өлшемдері берілген темірбетон плитаға су жартысына дейін батырылған Архимед күшін сұрап отыр екен. F Архимед есептеп жүрек, Ро сұйық, G және дененің батқан бөлігі деп айтқан болатынмын. Анау жартысына дейін деп айтылған. Сондықтан бізде Ро сұйық ол 1000, көбейтемін 10, көбейтемін 4, көбейтемін 0,3, көбейтемін 0,25-ті бөліп тастаймыз 2-ге. Екеуі қысқарады 2, 6 және де 5, 15 1,5 деген В варианты шығып кете салады екен. Ені белгілемеңдер, қате болып кетеді. Өйткені жартысына дейін деп айтылған. Дәл солай, В болады. 12-ші сұрақ. Математикалық маятниктің маятнигі А нүктесінен жібереді. Дене қарапайым гармоника тербеліс жасайды. Гармоника тербеліс дегеніміз синус любимі косинуспен өзгеретін нәрсе. А нүктесін жіберетін болса, онда біз x тең болып кетеді, амплитуда, потом косинус, омега т дейміз қажет болады екен. Осындай. Өйткені А-дан жіберіледі. Так, денеге әрекет етсін, ауырлық күші барлық жерде бірдей болып кетеді. Өйткені ауырлық күші ол по сути М көбейтілген G бола салады екен, да? Дальше, 13-ші сұрақ. Температурасы 60 градус ыстық суға массасы одан 2 есе артық. Температурасы 15 градус суық суға қосты. Так. Бәрін ортасынан келтіріп қойыпты. Мейлі. М1, Т1 қосамын М2, Т2 бөлемін М1 қосылған М2. Дұрыс па? М1 бізде М1 көбейтілген 60 қосамын 2 М1 көбейтемін 15 бөлемін М1 қосылған 2 М1. Все, осыны қой жерде сай. Получится на жерден 60 М1, на жерден қосамын 30 М1 бөлемін 3 М1 десем, на жерден 90 М1 бөлемін М1 десем, қысқарады, бізде 30 деген сан шыға салады деген сөзге. Да болады екен. Так, дальше 14-ші сұрақ. Сыйымдылықтары берілген конденсаты параллель жалған қосымша топ көзіне қосылады. Әр конденсаттан зарядтарын сұрап отыр екен. Окей, оларды параллель жалғайтын болса, ол константа болады. Тест центрдің өзі берген кезіндегі ұбт 2023-тің несі үлген нұсқасы қалданбай қалып кетті жігіттер қыздар, өйткені осыдан да кеп қалу әбден мүмкін негізі. Так, енді кешірім сұраймын. Так. Яғни мынау тұрақты болатын болса, онда Т көп болған сайын, ода Q да көп болады деген сөз, дұрыс па? Аха. Еселіктермен табасасақ қалай болады екен? 0,3, 0,2, 0,12. Кему ретімен тұрған әжері сонда. Кему ретімен тұр екен. Мынау болмайды онда. Мынау болмайды. Мынау болып қалады. Мынау болмайды, мынау болмайды. Все, жауап С болса. Жігіттер қыздар, осылай шығармай қоюға болады негізі ше. Әйтпесе шығарам десеңдер, әрбір Q тең болып кетеді. С-ны U-ға көбейтіп жібересіңдер. Яғни 0,3 көбейтіп оның несі алып дәресін. Көбейтесіңдер 120-ға, иә. Сонда мына жерден 36 көбейтілген оны минус 6 дәресі шығады екен. Әйтпесе біз көбейте салсаңызшы. Олай да болады, иә. Қалған барлығын осылай таба саласыңдар. 15. Суреттегі ыдыстарға ас тұзының ерітіндісі су және спирт құйылған. Сұйықтар дене 20 см болса, ыдыс түбіне түсіретін қысым дейді.
Окей? Так, біріншісіне мұзда бат кетіп тұр и жұмыртқада бат кетіп тұр. Демек ол спирт болады. 800 болады мына жері. Так, мына жерде мұз балқып, мұз жоғары қарай кетіп қалды. Мұз жоғары қарай кетіп қалды. Значит, бұл су. Мына екеуі де қалып кетті. Бұл значит тұз ерітіндісі. Айтқым келгені, олардың аштарының бәрі бірдей болатын болса 20 сантиметр, иә, айналдырып кетіп. Өсу ретімен орналастыру керек болады да. Сыза бер, нормально. Сыза бер и С болады. Тура, по сути, мынандай есеп, но бірақ жылуға неге байланысты. Әйтпесе қысымның формуласы ρ G H. 800 көбейтемін 10 көбейтемін 0,2 1600 деп талассақ та болады. Әйтпесе көрме нан тапқаннан кейін нан табу керек болады деген система бұл жерде. Ағай дейді, уже енді бітті ғой, неге талап жатсыз? Кім білді, білмеді, негізі біз курстың оқушыларына ұбт-ның соңғы күніне дейін біз талдаймыз в целом. Вот, көрдің бе? Әлі бар. И сосын бір момент бар, жігіттер қыздар, ақыры біз жартысына келдік қой. Бұл эфирді негізі тек қана біраз балаларға көмек ретінде қолдансаңдар болады негізше. Айталық, мысалы қазір қаңтар ұбт-дан, қаңтар ұбт деппін ғой, гран ұбт-дан қадалып ше. Мысалы, мынау тамыз ұбт тапсыратындарға, яғни айтқым келгені, бұл уточнение болатын болса, бұл гран ұбт-дан 50 балдан аз жинап, не істерін білмей жүргендерге арналатын. Вот, бірақ тамыз ұбт-ға дейін дайындалу керек қой конкретно, дұрыс па? Қалғандарға. Және мен жай ескерте сайын, просто мен ондай қатты бір цель болған жоқ ондай. И мында жаңағыдай 10-шы сыныптар, 10-шы сыныптан 11-ге өткендер, 11-ге өткендерге бір ескертетін жағдай, бізде 8-ші шілде толық ай басталып кетеді, курс басталады. Қалып қоймайын десең, мына жерге хабарлассаң болады, жақсы ма? Көп мына жерде саты ондай ештеңе істемеймін. Просто біл, егер сен грант ұбт-да қадалсаң, не істерін білмей жүрсең, бір физика мектебі саған көмектеседі. Былтыр негізі ондай оқушылардың саны, яғни ұбт 20-23-те дәл осындай оқушылардың саны примерно 8600 болған екен. Ойлан. Сондықтан, ал негізгі бұл эфирдің целі бұл ұбт енді тапсырып жатқан оқушылар ана. Яғни, мысалы, уже келесі аптада мен ютубта эфир жасамайын ба білмеймін, бірақ точно білемін, что бүгін жасасам, оларға пайдасын тиетіндігін. Сондықтан барлықтарыңа сәттілік, жігіттер қыздар, барлық 11-лерге биыл тек қана бақтарың мен баптарың қатар шапсын дегім келеді. Вот, сол. И ондарға айта жүріңіздер. Маған деген жасаған жақсылықтарыңыз сонымен қайтарылады десем болатын шығар. Болды? Так, жалғастырамыз. 16. Айтпақшы осы эфирге там лайк басып, тіркеле басыңда мен мәз болып қалармын, если что. Удача қалғандар мамандықтарға түсіп кетті дейді. Әдемі. Кеттік, 16. Велосипедші алғашқы 10 минутта 30 минутта, келесі бөлігін 25 сағат жылдамдықпен 12 минутта, қалған бөлігін 9 км бөлігін 3 жылдамдықпен қозғалған. Барлық жолда орташа жылдамдығы 20 болса, соңғы бөлігінде жылдамдық қанша дейді. Жақсы?
Қызық сұрақ. Қызық сұрақ. Негізі орташа жылдамдық ол тең болып кетеді. Сумма S бөлінген сумма T. Так. Мына жерде қазір 10 километр. Мына жерде қанша километр? Мынау еще 5-тен бар ғой негізі. S2 тең болып кетеді V2 көбейтілген T2 десе. Ол деген 25 көбейтілген 5-тен 1 сағат қой. Яғни 5 километр болады екен. Енді 9 километр. Яғни 10 қосу 5 қосу 9 тең болады 24 кені жерге. Аха. Анау ше, тыс ше. Мұнда қазір 30 минутта 0,5 қосу 0,2 қосу неше болады мына жер? Это бізде 9 бөлемін V3 болады. Вот. Осымыз бізде қазір тең болып тұр 20-ға. Яғни 24-ті нешеге бөлсем 20 деген сұрақ қой. 24-ті нешеге бөлсем 20 шығады. Бұл дегеніміз 1,2-ге тең. Дұрыс па? X-іміз. X 1,2-ге тең. 1,2 деген ол 0,7 қосамын неше деген сұрақ. Ол деген Y тең болып кету керек. Нешеге? Әрине 0,5-ге. Ол 9 бөлінген V3 дейтін болса, значит бұл 18-ге тең десем, чотан болып тұрғанда. Өрсе сазым болмай ма? Ата ұзақ болатын сияқты. Өсіп шығара салым, ренжімеңдер. Так, дальше. Идеал жылу қозғалтқышының жұмыстық денесі сразу айналдырып жіберейік. Т тең болып кетеді. 27 болса 300, 800 кельвин болып тұр екен. Қыздырғыштан осынша жылу мөлшерін алады. Егер тоңазытқыштың температурасы 47 градус десе болса, 27 320 болайын деп тұр екен. Окей. Онда пай-пәгін сұрап отыр, және тоңазытқышқа берілген жылу мөлшерін сұрап отыр екен. Окей. Пәгін тауып, онда Т1 минус Т2 бөлемін Т1 дейтін болсақ, онда бізде 800-ден азайтамыз 320-ны бөліп тастаймыз 800-ге. Так, мына жерден 80 болады, 480 болады, бөлемін 800 қысқарады десек, соңғы 8-ге қысқарады, оннан 6 болып тұр ма? 6 жерде, оннан 6, 0,6 60% болып тұр екен. Значит, жауабымыз Е болу керек. Ал Q2-ні табам десең, бұланы темаға бұл Q1 көбейтеміз 1 минус пәк десек болады. Яғни 70К, мұнда 1 минус 0,6 болса, онда 70К-на көбейтеміз 0,4-ке 28К деп табасасақ болады. Так, топ 3 сигма момент дейді. Рахмет. Так, дальше. 18. Суретте көрсетілген үш конденсаттар бар, электр символын сұрап отыр. Жалпы мынау екеуі біріне параллель жалғанған. Барлығы бірдей болғаннан кейін мына екеуі еще параллель болса қоса саламыз. Яғни мына жерден уже 12 болып кетеді. Мұнда 12 и мұнда 6, екі конденсаттар біріне тізбектей жалғанатын болса, онда үстінде көбейтіп, астында қосып жібереміз. Қысқарады, 3 болатын болса, жауабымыз 4 микрофарад болса екен. Ағай, сізге үлкен алғысымды білдіремін. Сіздердің видео сабақтарыңыз арқылы 110 балл алдым, физика 37, сіз сияқты ағалар редко можно встретить. Рахмет. Алла разы болсын. Сақтап қоямын Нұреке. Осындай алғысты айта алатын оқушыларының да бар болғанына шүкір айтамыз. Просто көріп, лайк баспай кетіп қалады, еще кәдімгідей өзім деп тұратын кейбір оқушылар болады. И окей дейсің, қараша. Айшерек, конечно, 19. Бізге сол бірақ сөз жетеді ғой негізі, кәдімгідей. Гүл болып кету үшін. Так, 19. Ғимараттың 100 метр қашықтағы фокус аралығы 20 мм фотоаппаратпен суретке түсірді. Фотопленка ғимараттың кескіні 5 мм болса, ғимараттың биіктігі қанша деп сұрақ қойып отыр екен. Аха. Так, ғимаратты, яғни бізде Д берілген, Д бізде 100 метр. И фокус арақашықтығы ол 20 көбейтемін 10 минус 3 дәрежесі метр. Так, кескінің биіктігі бұл енді үлкен ашып берілген, ол 5 мм болса, онда сұрап отыр ғимараттың биіктігі қанша деп. Яғни, оны біз ұлғайтумен тапсақ та болатын енді F бөлінген D тең болады H бөлінген H пен. Ол үшін менде мынаны табу үшін, H-ты D-ға көбейтіп F-қа бөліп тем. Бірақ F жоқ қой менде. Бәрекелді, тема. Енді фотоаппарат бізде
Қандай линза қолданамыз фотоаппаратта? Соны айтып жіберіңдер. Жинағыш линзаны ма, әлде шашыратқыш линзаны ма? Ол өте маңызды қазір. F табамыз түсіресің. 1 бөлінген F тең болады 1 бөлінгенді плюс 1 бөлінген кіші F. Фотоаппаратта қандай линза қолданылады? Теориясы ғой. Қазір іздеп жүресіңдер, тез. Егер шашыратқыш десеңдер, онда мына жерге минус қойым керек болады. Егер жинағыш десеңдер, онда мұнда тұра беруі мүмкін, да? Егер шашыратқыш десеңдер, мына жерге де минус қойым керек болады деген сияқты ғой. Егер жинағыш болатын болса, онда окей болса бола береді. Өйткені d-мыз f-тан әлде қайда үлкен, сондықтан обязательно шын кескін аламыз. Егер біз жинағыш деп алсақ. Білмеймін, сендерден сұрап отырмын. Окей, жинағыш деп алатын болсақ. Давайте тексеріп көрейік онда. Ұмытып қалсаңдар мейлі. Так, мұнда f табу керек болады. Мұнда минус болып барады. 1 бөлінген f минус 1 бөлінген d тең болады 1 бөлінген кіші f. Так, мұнда d-дан берем, мұнда f-тан берем, сонда d минус f. Мұнда f көбейтілген d болады, 1 бөлінген f болады, па? И орнына қоя салам. Мына жерде негізі h көбейтілгендей 1 бөлінген f қой. Орнына қоя салам тура солай. H көбейтілгендей, мұнда көбейтемін d минус f бөлемін f көбейтемін d, d-лар қысқарып кетеді. Сонда h тең болып кетеді. Көріне ме өзі? Үлкен h d минус f бөлемін f-ке деп ала салады екен. Мына все есептей берген ал. H тең болып кетеді 100. 5 көбейту оның минус 3 дәрежесін. D бізде 100. 100-ден миллиметр азықтың 100-дің өзі шығады. 2 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі дейтін болса, онда миллиметрге кетіп қалды. Онда 2 қысқарады 50. Демек жауабымыз неше болып кетті? Мына жер 20 миллиметрдің да. Мұна кетіп қалды да, сонда бізде 25 метр болса деген. Яғни жинағыш екен деген сөз. Дәл солай. Енді жаттағандар фотоаппаратта жинағыш линза қолданылады екен. Бірақ мына формула мен ойымша сендерге бір қызық формула болған сияқты, яғни жаңадан қорытылып шыққан сияқты стрим сақталады. Мынандай бір жап-жақсы формула тауып алған сияқтымыз, шын кішірейтілген, төңкерілген. Дұрыс айтасың, шынтас. Так, бір есеп қалды тағына. Бала мыс орамда тарқатпай ұзындығын анықтауға тырысты. Ол осы баласының массасын өлшеді, сосын көлденең қимасы ауданын есептеп тапты. Көлденең қимасы ауданы бар, массасы бар, оның ұзындығы қанша деп сұрақ қойып отыр екен. Так. Тарқатпай-ақ дейді. Мыс орам. Егер мен SKL-ды көбейтсем, онда менде V шығады. V деген ол масса бөлінген көлем. Масса бөлінген тығыздық. Болды ғой, шен L табасайын да, L тең болып кетеді, масса бөлінген ρ көбейтілген S деп ше. Сонда 1,13 бөлемін 8900 көбейтемін 2 оның минус 6 дәрежесіне. Неше болады мына жерден? 17 ма мына жер? 18. Сол бая калькулятор алмайым. Алу керек болып тұр. Осы жол алу керек болып тұр. Так, 1,13 бөлемін 8900 бөлемін 2-ге 6,3,4 екен. 6,3,4, яғни жолымыз С вариантына сәйкес келеді деген сөз. Алай бір патолог шығарды тағы дейді. Құдай қаласа. Я дұрыс айтасың, Көркем.
С шығады екен. 21. Иіндері 20 сантиметр, 30 сантиметр иіндікке күш әрекет етеді. Осы кіші иінге әрекет ететін, яғни мына жерге бізде 6 ньютон тепе-теңдікте болу үшін мына күштің шамасы қанша болу керек болады? Мына 1,5 есе алыс қой. Демек 1,5 есе аз күш келді. Яғни 4 ньютон деген қайда? Міне тұр екен, 4 ньютон бола салады екен. Так, сонымен қалай болды? Мына жерге бізде 6 ньютон күш түсірілді. Мына жерге қанша дейді? Егер мына аралық бізде 20 сантиметр болса, осы аралығымыз. Және мына аралығымыз бізде 30 сантиметр болса дейді. Мына деген, по сути, 1,5х болып тұр ғой. Яғни көбейтіліп тұр. Мынау сонда одан көп болатын болса, аз болады. Яғни 6-ны бөліп 1,5-ке. Сонда бізде 4 деген сан шығады. Әйтпесе моменттер теңестіріп те шығаруға болады. F1 көбейтілген L1 тең болады F2 көбейтілген L2. Менің қолданғаным майе деп аталады. Механиканың алтын ережесі. Аха. Құдай қаласа, Қайыржан дұрыс айтасың. Аха. Нұреке, Құдай қаласа. Әдемі цифра, да? Так, 22. Ауа ылғалдығын өлшейтін құрал. Давайте жауап беріп көріңдер. Ауа ылғалдығын өлшейтін құралдар. Әрине бұл не дейтін болсаңдар, міндетті түрде ол психрометр. Ол салыстырмалылықты өлшейтеді. Абсолют ылғалдықты гигрометр өлшейтеді. Получается, екі жауабы бар. F көбейтемін F және де H үшін плюс 2 балл алып кетеді екенбіз. Дұрыс па? Потенциометр вообще негізі потенцио деп айтылған. Сонда жауабымыз негізі кернеу немесе фаза айырымы есептейді. Термометр вообще температура, ом метр вообще кедергі, барометр қысым, манометр мен ареометр нені есептейді? Давайте. Комментарий жазыңыздаршы. Манометр мен ареометр нені есептейді? Или давайте осын біткеннен кейін комментарий жазып жіберіңіздер, көрейік. Анықтамасымен желательно, хорошо? Так, жиілігі 50 Гц, айнымалы ток тізбегіне конденсатор сыйымдылығы берілген, яғни X бар. Электр сыйымдылығын сұрап отыр, яғни сын сұрап тұр. X тең болып кетеді 1 бөлінген омега С дейтін болсақ, осы жерден сын табамыз. Ол 1 бөлінген омега X деп ұрасай. Так, аха. Так, С тең болып кетеді 1 бөлінген омегамыз 2π ню. Көбейтеміз тағы да не? X болады. Есептейік 1 бөлеміз 2π. Ню бізде 50-ге тең. Көбейтеміз 20 бөлінген π дейді. Кетті. 100 мың 2-ден 1 и 3 болады. Әне 5 көбейтілік 0,5 көбейтеміз. Оны минус 3 дәрежесі болатын болса, бұл по сути Е жауабына келеді, және де Б жауабына келеді екен. Б және Е плюс 2 балл. Так. Ага. Дальше. Угу. 24. Ток күші берілген уақыт бар, шығынын сұрап отыр. А тең болып кетеді. U-ға қолдана салайық. 220 көбейтемін 3 көбейтемін 5 көбейтілген 60. Нормальный көбейту қолданатын болса 3 болады. 3-ке 3 9 болады. 9-ға 2 18. Бірақ 1900 мынау шығатын сияқты да. 18-ге еще 1,8 қосып жіберсек, осы болатын сияқты. А и Е болатын сияқты. Дұрыс па? Кофтаңызды қайдан жасаттыңыз? Заказ берем ғой. Қайран. Көрініп тұр ма? Дұрыс па? Өзі мына жерде қате жіберіп қойып, саннан ятпап қалып жүрмесін. Так, 220 көбейтеміз 3 көбейтеміз 5 көбейтеміз 60-ға. Дұрыс екен. С бар ағай. О, бәсе, сонда бір бәле болып тұр ғой нен. АЭС болып тұрсын да. Так, дальше. 25. Жинағыш цифрдан 40 см, экраннан 2 см қашықта тұрған анық кескіні алынған. Фокус аралығы кескінге дейін қашықты қанша деп сұрап отыр екен, да? Так, Д берілген 40 см.
Экраны 2 метр ашықта тұрған дененің дейді. Яғни бізде D плюс F тең болып тұр 2 метр. Значит, F тең болып тұр 2 азайтамын 0,4. Значит, бұл 1,6 метр деген сөз. Яғни ұлғайтуым бізде қазір F бөлінген D дейтін болсам, онда 1,6-ны 0,4-ке бөліп жіберемін, сонда 4 есе болады екен. 4 есе ұлғайту керек. Кескіне нензаға дейін қашықтық, ол уже тауып қойдық 1,6 екендігін. Я? А фокус таба алсақ. Жина берсең да. Екі. Так, қысқартсақ 0,2 болады. 32 0,32 метр. Бұл жауабымыз қайсы болады екен? В боласа, немесе 32 сантиметр. Мынаған алған қамаңдар қысымы. Бұл жауаптарымыз В және де G болады. 0,2 ғой. 3,2 болу керек, бірақ 0,32 болады. 32 сантиметр болады. Я, есінде ғой, біргелі. Соған қатса сала береді, майсыпа дейді. В общем, майсу негізі кейде керек емес екен ғой деп. Так, 26. Ойс бойымен қозғалатын дене жыланның проекциясы көрсетілген. Кеше ғана осы күндермен ондарға эфир жүргізіп жатырмын. Заказбен істеттік, қайжан? Заказбен істеттік. Так, координатасының бастапқысы 0 болса, онда қозғалыс теңдеуі қандай дейді? Кеше ғана осы теңдеу деген затты көрсеткен болатынбыз ондарға. Яғни бізде айтқанбыз, x-тен туынды алсаң, это v деп ше. Бірақ интеграл алсаң ше. Деп ше. Онда бізде x-тің өзі шығады. Бұл айтқан кезде v тең болса 2 қосамын 3-ті, онда x тең болып кетеді 2-ті қосамын 1,5 t-ның квадраты болады. Бұл туындымен ала салғы. Яғни 3 бөлінген 2 келе береді a варианты дұрыс болады. И h варианты дейсің бе? Келсем h варианты дұрыс болады. Қалғаны сәл-пәл нетілау ма деп қоясың енді. Так, қалай істейміз немесе? V тең болып кетеді 2 қосамын 3-тідан. Ол a дегенің 3 болып тұр. V дегенің 2 болып тұр. Яғни V0 тең болып тұр 2-ге метр секунд. A тең болып тұр 3 метр секундың квадраты. Соны x-ті оны қоясың. x0 плюс V0-ті плюс a-та квадрат бөлінген 2. И орнына қойып жеретін болсақ 0 қосамын 2 көбейтілгенді қосамын 3 бөлінген 3-ті квадрат бөлінген 2. Ол не жауап уже бар яғни. Так, бұйырса. Так, дальше 27. 1 моль бір атомда газ циклі ПВ диаграммасында көрсетілген. Циклдегі газдың ішкі энергиясының өзгерісі. Но біріншіден цикл болғаннан кейін ол өзі ұнайды. Т1 тең болып кетеді. Т0 тең болып кетеді Т соңғыға. Сондықтан дельта Т-мыз 0-ге тең болып кететін болса, онда өзгерісі ішкі энергияның тоже 2-ден I көбейтем нью R дельта Т деп қоятын болсам, 0-ге тең болсам, онда 0-ге тең болып кетеді. Жауабымыз просто D бола салады екенді. D плюс 2 болады. Так, 3 есеп қалды. A келеді дейсің ба? А келе алмайды ол. Так, 32 осы келді ғой дейді. Пожалуйста. Ал жұмысын тапқан кезде ona болады. Жұмысын табатын болсаңдар, ona болады. Яғни A тең болып кетеді 2 P0, азайтамын P0, A болады. Потом неше болады? 2 V0, азайтамын V0. Одан кейін көбейтем 2-ден 1-ге. Осы болады. Яғни P0 батқан кезде A тең болып кетеді. Цикл 2-ден 1 P0 V0 бола салады екен. Немесе 0,5. Әдемі. Так, дальше 28. 32 микроампер тоғы бар металл өткізгіштің көлденең қимасы ауданын берілген. Арқылы осынша электрон өтеді дейді. Уақыт қанша деп сұрақ қойып отыр екен.
Жақсы, q тең болып кетеді. N көбейтілген не деген бар, және де I көбейтілген T деген бар, иә. Осы жерде бізге уақыт сұраптар, T тең болып кетеді. N ені бөліп тастаймыз I-ға. N 2 көбейту 10-ның 5 дәрежесін 1,6 10-ның минус 19 дәрежесіне көбейтіп, бөліп тастаймыз. 32 көбейту 10-ның минус 6 дәрежесі дейтін болсақ, мына жерден жауабымыз неше болайын деп тұр? 2 20 болайын деп тұр. Екеуі қысқарады, сонда 10 болайын деп тұр. Демек тек қана дәреже қалады. Дәреже қалатын болса, онда D варианты мен G варианты дұрыс. Долджи Габбана плюс 2 балл. Ал Redmi 5 не болды? Так, дальше. 29. Екі есеп қалды, сонымен аяқтаймыз, е? Ауадағы сынап буы молекуланың концентрациясы берілген сынаптың массасын сұрап отыр екен. Негізі масса дегеніміз ол ро көбейтілген ғой. Ро бізде өкінішке орай жоқ. Ал масса бөлінген молекулалық масса тең сан бөлінген авогадро десек, осы жерде массаны тапсақ қалай болады екен? Масса тең болып кетеді. Малярлыққа енді көбейтіп авогадро бөліп тастаймыз. Астында үстінде мен көлемге бүйдестанынша негізі концентрация тең болады сан бөлінген көлем. Осы жерде мен n-ді тап дейтін болса, n-ді v-ға көбейте салам. Осында сан шығады. Яғни 3 көбейту 10-ның 16 дәрежесін көбейтем 1-ге. Нормально болайын деп тұр. Так, дальше. Авогадромыз 6 көбейту 10-ның 23 дәрежесін десек, онда 2 дәреже ғана шығады екен. Бірақ барлығы дәреже болып тұр, сонда. Мына жерден қазір 100 болып тұр. Окей. 10-ның минус 1 дәрежесін көбейтем 10-ның 16 дәрежесіне, бөліпсем 10-ның 23 дәрежесіне. Мен 24 болады, сонда 10-ның минус 24 дәрежесін қосамын 16-ға. 10-ның минус неше болады? 8 бі? Яғни 8 дәрежесі килограмм. Ол дегеніміз граммға айналдыратын болсақ, онда ол минус 5 дәреже грамм. Все. Жауаптарымыз АФ плюс 2 балл. Жеттім. 65 грантқа жетіп тұрыны матсау 2 болып қалды дейді. Онда сертификат жарамсыз болады. Синий трактор. Онда сертификат жарамсыз болады. Яғни грантқа жетпейді деген сөз. Жарамайды вообще. Яғни саған бізде тамызда не ашылады деп айттым ғой. Поток ашылады деп айттым ғой. Яғни 12-сі ше, 8-і күні басталады. Соған тіркелсең дұрыс болады. Чтобы жаңағындай асыру үшін. Так, дальше. Соңғысы. Ядролық реакция кезінде белгісіз бөлшек танытта дейді. 32-ге қосып А-ны теңестіреміз. 32 қосамын 1-де, яғни А тең болып кетеді 1-ге. Сразу. Одан кейін 16 қосамын Z тең болып кетеді. 15 қосамын 1 десем, значит Z тең болып кетеді 0-ге. Мына екі ақпараттарды ескере отырып 0 және 1 дейтін болсақ, бұл нейтронды береді. Нейтрон дегеніміз ол заряды жоқ бөлшек. Яғни B, C, G бола салды екен. Жігіттер қыздар, ал барлықтарыңыз сәттілік пайдалы болады деп үміттенемін. Осындай бар жоғы 30 есептің ішінде біраз физиканы қайталап үлгерген сияқтымыз. Ертең және де одан кейін тапсыратындарға толық сәттілік тілеймін. Алып шығыңдар. Ең басты өздеріңе сеніңдер. Үлкен нәрсені бітіру үшін оны не міндетті түрде болу керек шарт, ол сенім. Сеніңіздер, алып шығасыздар. Все, сәттілік, барлықтарын жақсы көрем. Особенно камера осыңдарды деп қоясың. Осақ па дейді, өстеген олар. Маған бір есеп дайындап әкеп берсейші, мен айтып отырмын. Тест центрден бұрын талдамаған есебім бар екен, соны талдап берейін деп. Енді барын базарымен осылай істеп бердім мен. Құдай біледі, лайк баспаған да шығарсың, не? Қате ғой, қате.
қойсаңдаршы дейді. Так, басап қараңызшы жасым. Қаршы. ұбт-да келген есеп па дейді. Тест центрдің берген үлгі нұсқасы. Талдамай кетіппін бұрын просто. Яғни ол сұрақ мен талдамаған есеп болмау керек қой мен үшін. Сол үшін ғой. Ай, красавчик. Вот енді айта берсек болады. Әйтпесе ештеңе істемей претензия қойсаң, тоже не в тему. Так, тема от души. Жақсы, жігіттер қыздар. Сәттілік. Ондарға тоже айта жүріңіздер. Бізде 8 шілде не болады? Тіркелу жүріп жатыр. Және де тамыз осы қадалып қалатындар болса тоже біліңіздер, выход бар. Ол әрине тоже 8 шілде басталып кететін курсқа жазылып, уже 2-3 айдың ішінде тамыз ұбт-дан ел жұрттан ұялмайтындай балды өз білімімен алып шығу. Потому что именно физикада грантқа түсу оңай болғанменен, түсіп болғаннан кейін оқу қиын болатындығын көбісі ұмытып кете береді. Сәттілік, гуманитар емес халқым. Давайте. Я, болады олай. Для интереса ма? Болады. Тамыз тек платныйға жарамды. Я просто грант ұбт-дан 50-ге жетпей қалғанданың өзі грантқа да түсе алмайды ғой. Вообще грант деп грант қойды, платкаға да түсе алмайды ғой. Сол платкаға жеткізу үшін тамыз ұбт-ын тапсыру керек болады. Мысалы айталық біреулер педагог болғысы келеді, ол жаңағыдай синий трактор сияқты 64 қана балл жинайды да. Тамыз ұбт-ға дейін дайындалып 75 балға дейін жеткізіп қойсаң болады. Я, ол грант емес, но зато сен өзің қалаған мамандыққа ақылы бөлімге түсе аласың. Ол да бір берілген жақсы мүмкіндік деп білеміз. 5640 теңге төлейсіңдер. Алдыңғы 7 грант түрінде қалды достар. Көпшілігін олар неге бөліп тастапты? Педагогика квота ретінде бөліп тастапты. Яғни Астана мен Алматы қаласына студенттерді